Алла Құран кәрімде айтады, дүниеден өз несібеңді ал дейді. Дұрыс па? Өзіңе берілген ризықты не істе? Ізде дейін, біз ризықты іздеп жүргендей көрінеміз ғой. Негізі іздемейміз, ризық бізді іздейді. Мұсылман адам екі дүниесін қатар ұстайды дейді. Дүниеде ақыретін тастап қоймайды, ақырет деп дүниесін тастап қоймайды деген. Өміріміздің бәрі сынақтан тұрады бауырлар. Бір сынақтан құтылсаңыз не болады? Екінші сынақ келеді. Ол сынақтан әрең құтылсаңыз үшінші сынақ келеді. Одан құтылсаңыз төртінші сынақ келеді. Осылай өмірінің соңына шейін сынақ таусылмайды. Алла пендесін қатты сүйеді дейді. Оған не істемейді, жамандық қаламайды. Соны айтамын да қыздарға. Мүмкін, ақшасы жоқ шығар. Қазір қазағын жақсы жігіттер көп. Мүмкін кішкене жағдайы жоқ шығар, көлігі жоқ шығар астында. Мүмкін қатты сұлу да емес шығар. Бірақ жаны сұлу, иманды жігіт болса, мүмкін екеуің қосылсаңдар, Алла тағала сондай берекет беру мүмкін. Отбасы құрағаннан кейін барып деймін да. Бірақ ол сені ертең ұрып соқпайтыны, сондай бір иманды жігіттер жүрді, үйлене алмай жүрген. Сен байға тиіп, жәндегі жағдайы барға тиіп алып ертең күнде таяқ жеп болмаса, ол саған жәндегі күніге көзіңе көз шөп салып жүрсе, ол ода не берекет, не хайыр деймін да. Соны кішкене ойлансаңыз да. هل نلتقي فالبعد مزق خافقي هل نلتقي من بعد شوق محرق صدقا توقفت الحياة وما لها في ليل. Шайтан негізі адамды болашақпен қатты алдайды. Қатты алдайды болашақпен. Бізге намаз оқытпай жүргенде сол ғой оның ше. Сәл не қылып ал, шаруалаң не қылып бар. Бітіріп ал, сосын оқисың. Жоқ, ол деген сен шаруаң бітпейді ол. Бізге дейін ешкім бітіре алмаған о шаруаны, бізден кейін де бітіре алмайды бұл дүниенің шаруасын. Сол шаруаның ішінде жүріп, Құдайға сенің шынайы құл екендігін дәлелдеп кетуің керексің да ана жерде. Әйел адам күйеуінің рұқсатынсыз көшеге шыға алмайды. Осыны айтқан кейбір әйелдер, бейшара біздің өміріміз масқара қиын бәлесте жоқ. Саған көшеге шықпа деп атқан жоқ. Сен көшеге шыға бер. Бірақ күйеуің информированный болу керек. Күйеуің білу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қайбір әйел үйінен күйеуінің рұқсатынсыз, күйеуі білмейді шығып кетсе, үйіне қайтып келгенше Алланың періштелері оған лағнет айтады дейді, күнә жазылады. Бұл айтып жатқан нәрселердің бәрі үйдегі фитнаны шешу үшін керек нәрсе. Мысалы, ер адам үйіне келеді,